Сәлем әлем. Бүгін бізде IT әңгіменің 8-ші шығарылымының қонағы София. Сәлем. София мен білетін бойынша өте энергиясы мықты, ашық, және де әлемнің әртүрлі елдерінде әртүрлі позицияда жұмыс жасап көрген. Қазіргі таңда IT саласында жұмыс жасайтын ару. Ендеше София, өзің жайлы таныстырып өтсең. Есімім София, Алматы қаласының тумасымын. Негізінде басында Deloitte'та tax consultant болып жұмыс істеп бастадым. Содан кейін сингапурлық IT компаниядан шақыру алынып, соның ішінде өте көптеген позицияларда жұмыс істеп шықтым. Мен кеше сіздің LinkedIn'ді толығымен қарап шықтым. Енді сол бойынша келетін болсақ, менің байқағаным, сіз яғни Қытайда бакалаврды оқып бітірген екенсіз, және де мамандығыңыз IT саласында мүлдем алыс деп айта аламын. Қалай IT-ға келдіңіз? 2015 жылы 11-ші класс бітіргеннен кейін сразу бардым Қытайға. 4 жыл бойы экономика және сауда-саттық мамандығын оқып бітірдім. Негізінде сол өзімнің мектепте оқып жүргенімде кішкене қысылатын бала болып жүргенмін негізінде. Интроверт. Жоқ, ашықпын, бірақ дегенмен де менің тарелкам болмайтын сол жер. Бірақ айтады ғой қазақтарда су ішкен құдығыңа түкірме деген сияқты. Алғысым шексіз әрине, бірақ тұлға ретінде ол жақта өзім ашыла алмадым. Сосын Қытайға барған кезде бірінші университетінде өте бір күшті ассоциацияға түсіп, студенттердің. Сосын тұлғалық ішіндегі барлық жиналған, сақталған энергиям бәрі сол жерде ашылды. Сондықтан солай басталып кетті. Сосын 4 жыл өтті. Содан кейін Қазақстанға келіп, Deloitte деген Big Four'ның бір компаниясы, сол жерде жұмыс жасап, 1,5 немесе 2 жылдан кейін выгорание өте бастады. Өйткені ол жерде білесіздер, барлықтарыңыз жұмыс деген бастан асады, демалыс деген жоқ, жеке өмір деген мүлде жоқ. Мен бүйтетінмін, душқа бару үшін 7 минут засекать ететінді, тез барып, сосын үйге қайтадан келіп, сосын ары қарай түні бойы жұмыс жасайтынбыз. Сосын бір күні кетем деген шешім қабылдадым. Прям жүрегімді тыңдайтын адам негізінде. Сосын кетемін деп айттым. Содан кейін 3 күннен кейін маған не келеді? Еще мен білмеймін, болашақта не болатын, қайда бара жатырмын, мүлде білмей кеттім. Содан кейін 3 күннен кейін маған мейл келіп тұр бір кісіден. Hello, София, сіздің CV-іңізді бізге біреу жіберді. Бірақ әлі күнге шейін білмеймін кім екенін. Кім жіберген білмейсіз. Мүлде білмеймін. Сізбен бірге интервью өтсек екен. Міне мынандай атымыз компания NoXNet, Сингапур. Басында сенбедім мен. Жоқ, позицияны айтпады, тек қана интервьюға келіңіз. Может, мошенники деген. Мен сразу бірінші ойым сондай болды. Ой, болды, сенбеймін. Сосын Google-ға барып жазып жатырмын, андай компания вроде бар екен, андай компания деп қойып. Сосын ладно деп, интервьюдің өзі 3 аптаның ішінде менің жағымнан, олардың жағынан уақыт сәйкес келмей, 3 рет примерно отмена болды. Содан кейін айтері өткіздік, оларға да мен ұнадым. Ол кезде ковид кезінде болатын, бас жағымды әдемі, андай блузка, аяқ жағымда домашний киім. Сосын солай өттік. Оларға да ұнаттым, маған да олар ұнады. Сосын барлығын келістік. Ең бірінші шетелдік тәжірибе, сосын доллармен алған ең бірінші позиция. Мен ол кезде өте бақытты болдым. Сосын ол кезде біз қалай келістік? Олар IT компания. IT компанияның ішінде бір продукт бар, ұстаздарға арналған Zoom бар ғой. Сол сияқты аты NeoCall деп аталады. Соның growth hacker ретінде кірдім. Осы жерде growth hacker деген, енді мен кеше қарадым, қазіргі позицияңызды дәл солай, ол шын айтсам бірінші рет естідім. Қандай мамандық? Негізінде growth hacker деген человек оркестр. Маркетинг жағынан, бренд позиционирование жағынан жауап беретін тұлға. Ал бұл IT компанияларда қаншалықты керек? Қазіргі таңда қаншалықты актуалды?
Мысалы қазіргі IT компаниялар үлкен компания болмастан бұрын бір стартаптар болды, иә. Сол стартаптар кезінде адамдарға сол компанияның мақсатын, мүддесін білдірту үшін бір үлкен бір тұлға керек, жаңағы позиция. Лицо сияқты ма? Жоқ, лицо емес. Ол позиция бүткіл маркеттегі ішіндегі маркеттің анализ жасайды ма? Анализдарын жасайды. Жаңағы маркетті таниды, маркеттің барлық компанияларын біледі, және де солар арқылы мынау компанияға, стартаптарға әлемге шығуға көмектеседі. Масштабировать. То есть мен екенімді көрсете алатын позиция ғой. Мысалы, мынау гүл, ол мысалға мен қарақасам гүл екенін білмеуім мүмкін да. Иә. Бірақ осының гүл екенін түсіндіретін адам. Яғни маңыздылығын, құндылығын түсіндіреді, солай. Бірақ негізгі бұл позиция жаңа өзіңіз айтқандай өте сирек кездеседі. 10 жыл бұрын, 10-15 жыл бұрын Америкада ең бірінші шыққан бұл термин. Сосын ақырын жаңағы Юго-Восточный Азияға келе бастады, жаңағы Сингапур, үлкен жаңағы IT саласының жерлеріне. Сосын Қазақстанға да бір күні келіп қалар. Яғни мен байқауымша Қазақстанда әлі жалпы бар ма бір компаниялар growth хакерді қалай айтсам екен, өздеріне жалдайтын, яғни сондай позицияны ұсынатын? Осыған дейін көрмеппін, шынайымды айтсам. Көрмегенмін. Мүмкін менде де солай, сол үшін де мүмкін естімей жүрген шығар, бірінші рет естіген шығармын. Ал өзіңіз айтып өттіңіз ғой, жаңа халықаралық компанияларда бұлай, енді Қазақстанға әлі күнге дейін енді келіп жетпесе де, болашақта келіп жетуі мүмкін. Сонда халықаралық IT жалпы рынокта жүрген кезде Қазақстанмен салыстырып айта аласыз ба, немесе бір шетелді екінші бір мемлекетпен IT нарығын қалай салыстырар едіңіз? Мысалы шетелге қарағанда Қазақстанда біз көп артта қалып қойдық па IT-дан, немесе мүмкін керісінше біз IT-дан көптеген жаңағы орталық Азия елдерін басып озған шығармыз. Енді сол тұрғыдан ойыңыз қандай? Негізге өкінішке орай мен Қазақстанда IT саласында жұмыс істеп көрмегенмін. Бірақ та әрбір келген сайын IT тусовка дейді ғой, сондайға қатысуға тырысамын. Сол кездегі қараған кездегі жаңағы презентациясынан бастап өте әдемі, өте вкусно жасайды қазақстандықтар. Ол дегеніміз IT саласы өте дамып келе жатыр деген сөз. Жаңағы мен мысалға шетелдегі бір IT форумдарға барсам, Қазақстандағы IT форумға барсам, екеуінің ішіндегі темалары, ішіндегі жаңағы качествосы темасының почти бір уровеньда. Бір деңгейде, мысалы жарайды, сіз Қазақстанда IT компанияда жұмыс жасамасаңыз да, бірақ енді қалай айтсам болады, негізі IT деген менің ойымша қазір көптеген компаниялар, кез келген компания ол түбінде бір IT компанияға айналатын сияқты да, өзі заман сондай болған сияқты. Себебі енді IT көбінесе өзінің кез келген компанияға өзінің жаңағы клиенттеріне удобность, удобство жасау үшін керек бір құрал сияқты да. Сонда мысалы сіз енді шетелде өмір сүресіз және Қазақстанға келіп тұрасыз. Сол кезде жалпы адамның өмірін жеңілдетуде IT шешімдерді көресіз ғой енді. Мысалы банк сферасында картаның қаншалықты тез алынуы, ашылуы, жабылуы, басқа да транзакциялар, операциялар. Сол тұрғыдан қалай салыстыра аласыз? Негізінде жаңағы банковская сфераны барлығымыз білеміз. Жаңағы Каспий біздің Қазақстанда өте алдыға тартты. Өйткені мысалға қасымыздағы елдердің өзін алсақ, ол кісілерде ондай жаңағыдай қолма-қол ақша аудару, QR-кодты сканировать етіп төлеу деген мүлде аз, жоқ емес, мүлде аз. Сол дегеніміз Қазақстанның банковский сферасы
алда келе жатыр IT дегенді шешімдерді. білдіреді ау деймін. Иә. Мысалға негізі IT шешім дегеніміз не? Бір нәрсеге оны диджитализировать етсек, цифрландырсақ, Иә. ол бізде жаңағы IT сферасындағы адамдарға деген көмек болады. Ол адамдардың өмірін ең бірінші жеңілдету керек, ішіндегі больдарын жабу керек, сол кезде IT шешім табылады. Ал қазіргі таңда сіз қай компанияда жұмыс жасап жатырсыз және қай елде? Және позицияңыз удаленно ма, немесе офистан жұмыс жасайсыз ба, қалай? Негізгі компаниям NXNet Сингапур болып айталады, IT саласындағы. Содан кейін, бірақ қазір релокациямен NEOM деген Саудовский Арабияда жұмыс жасаймын. NEOM дегенді көбісі біреу біледі, біреу білмейді. Ол жаңағы жаңа қала, болашақ жаңа қала. Болашақ жаңа қала, яғни Сауд Арабиясында болашақ жаңа қала салынып жатыр. Жаңа Табук регионының қасында, мына жерде үстінде Жидда болса, мына жерде Табук регионы, дәл ортасында NEOM деген жаңа қала бар. Оның ерекшелігі қандай? Ішінде 170 километрлік бір The Line деген проект бар. Ол проект жаңағы The Line'ның сырты кәдімгі айна секілді. Представляете, да? Пустыня, айна секілді 170 километр. И соның ішінде тек машиналарда жүрмейді. Ол сосын астыға қарай, төмен қарай жерден төмен орналасқан. Оның ішінде не бар? Ол кәдімгі жаңағы үй, адамдар, университет, мектеп бәрі болады. Ең маңызды мақсаты ол кісілердің жасап жатқан жаңағы, мысалға менің үйім болса, менің үйімнің қасында 5 минуттық жерде барлық маған керек зат бар. Магазин, университет, мектеп, жаңағы барлығы деген сияқты. Ол жаңағы жаңа қаланың бір проектісінің бірі ғана. Ондай проектілер сол жерде көп салынып жатыр. Сол жерде жұмыс жасаймыз. Біздің бір проект бар сол жерде. Өте бір маңызды адамға айта алмаймын енді, өкінішке орай. Маңызды адамға жаңа сол жердегі construction сайтты ревью жаңағы жасайтын сондай платформа жасап жатырмыз. Сол жерде project manager болып та жұмыс жасаймын. Негізі жаңа басында человек оркестр деп бекер айтпадым. Сол человек оркестр болып та жасаймын, өйткені менің девелоперларым жаңағы әзірлеуші, разработчик. Разработчиктар, ол кісілер Қытай адамдары. Мен олармен қытайша, сосын тасктардың барын қытайша жіберіп отырамын. Солай переводчикта болып жұмыс жасаймын. И клиентпен жаңағы олар маған ағылшынша айтады. И соның барлығын обработкадан өткізіп, жаңағы project'ның да рөлін атқарамын. Рөлін атқара бересіз. Енді осы жерде маған қызық, сіз мысалы такста жұмыс жасадыңыз, яғни Big Four'да. Ол дегеніміз Deloitte, ол консалтинговый компания ғой, енді аккаунтинге. Содан осындай жаңағы бизнес-аналитик, проект-менеджер, жаңағыдай гроус-хакер, сондай мамандықтарға ауысып жатырсыз ғой. Сонда осыншама flexible, яғни гибкий болу үшін адамда қандай навыктар, қандай қабілет болу керек? Негізінде бұл андай вау болып көрінгенмен өте қалайсың болады, жүрек ауырады кейбір кезде. Өйткені мен сияқты мысалы адамдар болса, көптеген нәрсені жасай алады, бірақ та бір нәрсені таңдай алмайды. Ол өмірде өте әдемі, керемет, барлығын жасай алады деп көрінгенмен, көптеген адамдарда негізінде жүректерімізде андай бір үлкен миссия жоқ та, өйткені көп навык бар, и сен білмей қаласың, қай жолмен жүресің, мынаумен жүрейін ба деген. Шешім жасау, таңдау жасау өте қиын. Сондықтан мысалға бір маған opportunity'лар, бір офферлар келіп тұрса, мен кәдімгідей андай білмей қалам, таңдайын ба, таңдамайын ба, бұл менікі ма, менікі емес па деген сияқты. Маған қызық бола ма, перспективасы қалай. Сондықтан, бірақ менің өмірлік позициям негізінде осы мен цифрға особо қарамаймын, бірақ та мысалы 25 жасқа дейін барлық келген офферға я деу.
иә, бірақ ол мысалға сіздің принциптарыңыздың ішінде болса, әрине, кірсе, барлық офферларға иә деу. Мысалға 2-3 жұмыс па, без проблем, жасау деген сияқты. Тегін жұмыс па, жасау. Главный опыт жинау деген сияқты. Ал содан кейін 25-тен аса жүректі тыңдау, интуиция, продолжение веры дейді ғой. Сол сияқты негізгі интуициямен жүректі тыңдасақ, өзіміздің өмірімізде жолды табамыз деген үміттеміз. Өте жақсы. Енді мысалы қараңыз, менің байқаған бойынша, енді менің анализ жасаған бойынша деп айтсам, меніңше сіздің яғни әртүрлі елдерде әртүрлі позицияға былай, енді мен білмеймін, әрине қандай оқиғалар болған, бірақ оңай ауысып жүре алатыныңыз, динамичный болғаныңыз, ол сіздегі communication skills. Яғни жаңағы адамдармен тіл табысу, қарым-қатынас, араласу, нетворкинг, сол жағы өте жақсы деңгейде дамыған сияқты, және соның әсері бар сияқты. Я негізінде мысалға қазақтарда, өзім қазақпын, сондықтан айта аламын, андай кішкене жасықтауымызда, мысалға бір примерді ылғи келтіремін. Автобустың ішінде егер бір қазақ отырса, бала, сосын екінші қасында бір өзге ұлттың баласы отырады. Мен мына жерден түсу керекпін деп ана бала айтуға ұялады, қазақ бала. Мысалы ортасында жоқ, осы аялдамадан түсу керекпін деп айтуға ұялады, жасықтанады. Ал өзге ұлттың кішкентай баласы ана жақтан дядя, откройте дверь деп айғайлай алады да. Шыңғыра алады. Негізгі ол жаңа ДНК-мыздың барлығымызда бар сияқты, өкінішке орай. Сондай жасық болу немесе қайтадан сұрау деген сол нәрсені жою керек сияқтымыз. Соның арқасында, мысалға, өзгеде менен үлкен опыты бар адамдардан сұрай беретінді, менің, мысалға, бір нәрсені білмеймін ба, ұялатын кездерінде болатын, бірақ сосын үйрене бастадым. Ол маған қазір, мен ұялып тұрсам да сұрасам, ол маған плюс болады бәрібір. Ал ана кісі маған қуана жауап береді. Сосын менде жаңағы екінші өмірлік позициям, ол дабл чекинг немесе екінші рет сұрақ қою. Мен бірінші рет түсінбедім ба, екінші рет барып тағы да сұрай саламын, ұялмай. Ал ол адамның сіз туралы, яғни мнениесі, жалпы пікірі өзгеріп кетеді деп ондайға қорықпайсыз, Жоқ, қорықпаймын, мен айтқан кезде сразу айтам. Қазір мен қоятын сұрағым, возможно, кажется тупым, деймін. Мен сөйтіп ашық айта берем. Кажется тупым, но я чувствую, что я сейчас должна это задать вам деген сияқты сондай сұрақты айтам. Сосын сұрағымды қоям. Мен осыған дейін қанша рет сұрақ қойдым, сонша рет маған бүйтіп айтады. Жоқ, София, сен қазір қойып ал. Главное, сен, например, сол задачаны, сол затты түсініп ал. Ол, наоборот, біздің компанияға жақсы деп айтады. Өйткені сен қазір түсініп алсаң, сенің задачаң жақсы бітеді, например, 90%-ға, ал 10%-ның екеуміз жасай саламыз деп сондай дружеский не болып кетеді сон кезде. Командный дух болып. Яғни ол былайша айтқанда негізі енді сіздің жұмыс жасаған компанияларыңыз ол шетелдік компаниялар ғой. Яғни бәрібірде қазақта менталитет деген басқаша, енді ол былай байқалады ғой. Сонда жаңағы Қазақстанда мысалы өзіңіздің тимлидқа немесе басқаға сондай сұрақ қойып жатсаңыз, олар басқаша қабылдап қалатын сияқты. Қайта сұрақ қойғанға. Оны негізі өзімізден бастай аламыз да. Мысалы, сіз барып сұрайсыз, мен қазір мынандай сұрақ қоямын, бірақ өзімді кішкене ыңғайсыз сезініп тұрмын. Өзімді кішкене бір төмен сезініп қалуым мүмкінмін, бірақ дегенмен де қазір сізге қойсам, сізбен біздің қарым-қатынасымыз жақсы болады, және де жаңағы жасап жатқан задачамыз тезірек бітеді деген. Сіз бастасаңыз, ол да айтады, мына нәрсе норма екен ғой дейді. Бұндай сұрақты білмесе де, ол адам болып, тұлға болып қалады. Осы кетте өте айтатын бір маңызды затым бар. Мен оның консультацияларында да айтамын. Тұлға менің жұмысым ол екі бөлек зат. То есть менің ішіндегі работоспособность, сол заттарды менің тұлғамнан ажыратуым керекпін. Мысалға, сіздің тимлидіңіз келеді, айтады саған сізге, сен осы задачаны дұрыс жасамапсың. Неге олай жасадың?
көп қате кеткен. Juniorдың жасағаннан да нашар жасап тұрсың ғой деген кезде сіз андай қысылып жаман болуыңыз мүмкін да. Сізді өзіңізге қабылдауыңыз мүмкін. Бірақ ол жаңағы сіздің қате жасауыңыздың себебінің көп фактор болуы мүмкін. Дұрыс ұйықтамадыңыз, дұрыс тамақтанбадыңыз, бір уайымдар болып жүрген шығар өміріңізде, басқа сфераларда бір проблема болып жүрген шығар. Немесе сол кездерде бір сондай бір қате жасайтын бір проблема болып қалды да. Сол ситуация болып қалды, Сіз сол заттарды өзіңіздің тұлғаңыздан аласыз да, мен жаман емеспін, ал сондай бір ситуация, проблемалар болып қалды. Енді сол проблеманы жай ғана шешемін, болды. Мен одан жаман болып қалған жоқпын деген өте маңызды концепция бар. Соны әрбір адам түсініп алу керек сияқты. Яғни ол сіздің самооценкаңызға тиіспеу керек. Жаңа айтып кеттіңіз, консультацияларымда. Мен негізі қараған бойынша енді сіз енді қалай айтсам екен, резюмені талдаудан, жалпы анализ жасаудан наверное, уже экспертсіз. Өткен себебі енді қаншама компанияда, әртүрлі позицияларда. Сол тұрғыдан жалпы осы резюмеде адамдар жіберетін топ қателіктер жайлы айтып өтсеңіз. Топ ең бірінші қателік ол жаңағы пунктуацияларға дұрыс қарамау. Пунктуация? Мысалы, пробелдарды 2 рет жасап қояды деген сияқты. Соның барлығы ескеріледі. Әрине, мысалға, HR-лар 6-7 секундтың ішінде сканерлейді бір CV-ді. Ол өзі көзімен әлде? Әрине, өз көзімен қараған кезде міндетті түрде сразу көрінеді. Сосын сондайларға қарау. Екінші айтып кететін мәселе ол сіз жіберетін позицияға сіздің опытыңыз релевантный болу керек. Мысалға, бізде барлығын тізіп жазып қояды, 2-3 бет CV-шка жазып қояды. Мысалға, мен мектепте волейболдан айналыстым, мынау деген сияқты. Бірақ оның позицияға жіберіп жатқан позициясы медицинский болады да. Өзде қатысы жоқ. Жарайды, ол волейболмен сіз керемет айналыссаңыз, хоббидің ішіне қосуға болады. Ал бірақ дегенмен де, мысалға, подработканы 2002 жылы 3-ші орын алдым деген сияқты, ондайлар негізі көп қателіктер, соны қоспау керек деп ойлаймын. Және де CV-да өте нақтылық, четкость. Сандар? Аты жөніңіз, сандар. Және үлкен компаниялар, особенно шетелдіктер, олар жаңағы цифрмен жазуды ұнатады. Мысалға, менің анализім арқылы компания 0,3 пайызға ревенюін көтерді деген сияқты. Сосын, мысалға, жаңағы SMM мамандарына, қазіргі менің посттарым арқылы, менің жасаған жұмысым арқылы, менің компаниямның, например, 15% рекомендацияға шықты. Сол арқылы 25%-ға біздің компания выручкасын көтерді деп жазса, андай пайыздар, цифралар өте нақты керек. Оны адам қайдан біледі? Ол екінші сұрақ. Ол үшін әрбір нәрсені, әрбір жұмысты адам өзіне портфолио ретінде документировать ету керек. Ол қалай? Мысалға, сіз жусамда жұмыс жасайсыз, бэкэнд, Java разработчик. Мысалға, сіз өзіңізге бір тасктар беріледі. Сол тасктан кейін өзіңізге, мысалы, жай бір Notion-да бір жерде жазып отырсаңыз болады. Не жұмыстар жасалған? Не жұмысыңыз, мысалға, жай легкий вариант. Не жұмыс жасадым, мен ол кезде уақытым қанша кетті, мен не істедім, қандай эффективность берді маған ол. Мен одан не үйрендім деген андай, сосын өзіңізге жай қосып қойыңызға болады. Сөйтіп, сосын мысалға әр кварталда, 3 ай сайын өзіңіз сарғылап қарап тұрсаңыз болады. Соларға анализ жасап, сол арқылы қорытындылауға болады. Негізгі ол андай самый перфекционист адамдар жасайды. Олай ерінем десеңіздер, в принципе, бастарыңызда CV жазып жатқан кезде ойлап шығуыңызға болады, қай жұмыста жасадым, не жасадым, ол кезде жасаған үлкен крупный бір проектте менің қандай көмегім болды деген. Яғни осы нәрселер шетелдік компаниялар үшін өте маңызды пункттер болып саналады, Жақсы, енді мынандай жаңа айттыңыз ғой. Енді IT-ға қатысы жоқ сұрақ, әрине, перфекционизм. Сіз өзіңіз перфекционистсіз ба? Жалпы өміріңізде, егер солай болсаңыз,
қиындығы көп па әлде керісінше плюстары? Я өзім өкінішке орай перфекционистпін, бірақ та қазір оны жаңағы жас келе бастап кішкене ол төмен түсе бастады. Негізінде ол жақсы. Оның негізінде әр нәрсенің егерде маған плюсы көп болса, то есть өзіме плюс қылып алсам, бірақ та ол плюстар окружающий адамдарға минус болмау керек, зиянын тигізбесе, ол онда маған плюс болады. Әрине плюстар өте көп. Мысалға мен жаңағы саяхатқа барған кезде әрбір детальдарды мысалы қарастырамын, соның арқасында мен саяхаттаған кезде өте аз ақша құртып келемін. Сондай моменттерде өте жақсы. Бірақ әрине чрезмерность деген зат бар. Кез келген затта чрезмерность болса, ол өкінішке орай аяғы жақсы болмайды. Яғни артық қыламын деп тыртық қыласың деген енді қазақтың сөзі не келеді, мысалы қараңызшы, жаңағы резюмеге байланысты сұрақта, резюмеде жалпы шетелдік компания, мысалы менің өзімде де кәдімгідей қорқыныш болады. Мысалы LinkedIn-де шынымен де шетелдік компанияға тапсырып отклик жасайын десем, андай болады да, ой, менде волонтерство, еш нәрсеге қатыспаған, енді шынымен де университет бойы тек сабаққа көңіл бөліп, ондай жаңағыдай активист ретінде өзімді еш жерде көрсетпегенмін деген сияқты да. Соның барлығы рөл ойнайтын шығар. Немесе ағылшын тілі қаншалықты рөл ойнайды. Не болмаса, жаңағыдай былай болады, мысалы, IT-ға шетелдік компанияларға тапсыру үшін, мысалы, менің позициямда лид-код есептерін мен міндетті түрде шығару керекпін деген сияқты. Негізі мүмкін олар сылтаулар шығар, білмеймін, бірақ не нәрсеге көбінесе қарайды? Жалпы осылар дұрыс па, әлде стереотип па? Негізінде шетелге жұмысқа тұрмас бұрын мен ең бірінші консультацияда айтатын 4 қағидам бар. Ең біріншісі ол адамдар миындағы қорқынышты? Адамдар миындағы қорқыныштармен жұмыс жасау керек. Қорқыныш, екіншісі установка, өзіңіз айтқан. Жаңа қорқынышпен біз неге жұмыс жасаймыз? Қорқыныш ол екіге бөлінеді. Біріншісі, например, мен қорқыныштармен жұмыс жасамасам, мен жұмысты 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл жұмысты табылмай жүре берем. Өйткені ол жерде жаңа сіз айтқан ағылшыным аз, CV-ім дұрыс емес, маған ешкім жауап бермейді, дегендер обычно шағырет apply жасайды да, болып қойып қой. Егер де мысалға сол қорқыныштармен жұмыс жасап тастаса, сол жерде екінші ол жаңағы варианты, сол кезде адам іштей дайын болады. Ол іштей дайын болу үшін не керек? Сұрақтар бар. Мен не үшін шетелге жұмыс жасағым келеді? Менің мақсатым не? Ол жерде шетелде өте уақытты бағалайды. Және де мен компанияға не алып келе аламын? То есть навыкты өте қатты бағалайды. Содан кейін мен сол жұмысқа тұрған кезде мен өзімді қалай сезінемін? Ол жерде не істеймін? Мен көше аламын ба деген көптеген сұрақтарға жауап беру арқылы мен жаңағы екінші стадияға түсемін. Жұмыс табу стадиясы. Ол жұмысты өте көптеген платформалар бар, іздеу. Сол жерде іздеген кезде сен жаңағы сұрақтарға жауап бергенің үшін миымыз дайын тұрады да, позициямызды саралауға өте тез көмектеседі. Өйткені басымызда бізде уже логика бар, структура бар. Мынау сұрақтарға жауап бердік, басымызда миымыз дайын тұрды, и көзімізбен көрген кезде визуально анау позиция маған келеді, мынау келмейді деген уже ішімізде қорқыныш та жоқ, убеждениялар да жоқ, және де позициямыз көз алдымызда дайын тұр. Өзіңізге не керегін нақты білесіз. Сол кезде apply-ларды жасап нетсеңіз болады. Және де 2-3 рет жаңағы айттым ғой, apply жасап, ой, ешкім жауап бермейді деген ондай тема жоқ. Көптеген адамдарды білем, 99-100 рет беріп, 101-шісінде оффер алған. Сондықтан адам қалаймын десе, негізінде барлығы болады. Енді осы жерде мысалы мынандай болуы мүмкін.
жаңа қайтадан айналып сол қорқыныш тақырыбына келеміз. Енді мысалы мындай қорқыныш болады, бір орыннан екінші жұмыс орнына ауысқың келген кезде оның барлығы енді қалай айтсам екен, мысалы жұмыс жасауда тек қана сол жұмыс орнының қанша саған жалақы төлейтіні немесе басқасы емес, ол жерде коллегаларың, жалпы коллектив қалай, корпоративный культурасы қалай, сол да жаңағыдай маңызды зат деп ойлаймын. Сонда мысалы бір жерде саған ұнап қалса, ол жерде өзіңді жаңағыдай комфортно сезінетін болсаң сол жұмыс орнында, бірақ жаңағыдай перспектива көре алмайтын болсаң да, онда екінші жұмыс орнына ауыссам жалпы қалай болады, ол ортаға адаптация жасай аламын ба деп қорқу керек па, әлде жалпы не істеу керек сондай ситуацияларда? Негізі біздің миымызда, мен өзім нейросайенсті өте жақсы көремін. Нейросайенс негізі біздің жаңағы қорқыныштармен жұмыс жасайды. Біздің миымызға кез келген зат, ол шын болсын, өтірік болсын, мысалға біз ұйықтаған кезде ойымызда көптеген ойлар бар ғой, соны ойлаған кезде ол біздің миымызға как реальность жазылады негізінде. То есть біздің миымызға ол шындық па өтірік па, оған бәрібір, барлығы оған шындық. То есть жаңағы қорқыныш әрине әр адамда болады, ол болмаса наоборот странно деп ойлаймын, өйткені адамның өмірінде қорқыныш как раз таки алдыға жүргізуге көмектеседі. И мысалға адамдар әрине өте әртүрлі, кейбіреуі қорқынышты мен жеңемін деген мотивациямен шықса, кейбіреуі қорқып тұрады, ол мүлде нормально, барлығы окей. Ондай моменттерде негізінде жаңағы тек қана сұрақ қою арқылы өзіңе, жаңағы не үшін, неге қорқып тұрмын, мен егер ол затты жасасам не болады, жасамасам не болады, жасасам маған не алып келеді ол жер, жасамасам не алып келеді. Әрине жаңа опытты әр кезде көру керек деп ойлаймын. Бір орында қалып қалған кезде күнделікті, мысалға даже үйде отыра берсең, айналаны көрмесең бір түңіліп кетесің ғой. Сол сияқты ал далаға шықсаң, көптеген жұмыстарды үлгеріп жақсы болды ғой, бүгін шыққаным деген моменттер бәрімізде болған сияқты. Сондықтан жаңа жерді көріп, жаңа коллективті, бірақ жаңа дұрыс айттыңыз, коллектив, например, окружающий ортаңыз қатты көңіліңізден шықпаса, ол да сіздің өміріңіздің бір жартысы. Сондықтан да өзіңізді комфортно сезінбеген кезде, сезінбейтін жерден кету керек деп ойлаймын. Бірақ әрине ситуациялар болады, кішкене, когда нужно чуть-чуть перетерпеть, вот чуть-чуть бар ғой. Өйткені оның артында бір үлкен бір сый-сияпат болып тұрады да, өзіңе бір жеңілдік. Бірақ оны қалай адам сезіне алады? Адам өзінің ішімен ондай коннекті болу керек та, жаңағы сұрақтар қою арқылы. Мен жаңа айттым, интуиция продолжение веры деп. Сол жаңағы интуициямен жұмыс жасау, өзіңізбен жұмыс жасау арқылы іштегі менің запростарымды өзім біліп тұрамын да. Сондықтан мен өзім мөлшерімді білем. Қазір мына жерде кішкене шыдай тұрайын ба, шыдамай тұрайын ба деген сезімдер сол кезде өзі жауаптары келеді. Өте жақсы, толықтай келісемін. Осы жерде мынандай сұрақ, мысалы, сіз енді университетте оқып жүрген кезде IT компанияда жұмыс жасаймын деген, наверное, ойламаған шығар, сондай ой болмаған шығар, себебі мүлде басқа мамандықта оқып жүрдіңіз, сонда мынандай ғой, IT компаниясында, яғни ноу-код қой сізде. То есть енді сізде код жазбайсыз ғой қазір, ешқандай код жазбайсыз, бірақ при этом сіз IT компанияда жұмыс жасайсыз. Сол қаншалықты мүмкін? Жалпы көп адамдар айтады, мен мысалы өзімнің қасында айналамдағы адамдардың барлығын IT-ға тартып жүремін да, ой, не істейсің онда, перспектива жоқ, кел IT-ға, IT болашақ деп. Сосын барлығы айтады да, ой, ол үшін қатты ақылды болу керексің ғой, ол үшін математикамен дос болу керексің деген сияқты бір ойлары болады да. Осы жақта, яғни IT компанияларда код жазатындар мен жазбайтындардың маңыздылығы қаншалықты, қалай, сол жайлы айтсаңыз? Негізінде қазір қарап қарасам, IT саласында
керісінше код жазатындар азайып келе жатқан сияқты. Өйткені жаңағы елге көрсету үшін, елге жаңағы IT-ді түсіндіру үшін как раз таки наоборот код жазбайтын адамдар қажет. IT-дан хабар бар, бірақ та елдің алдында, елге сол заттарды түсіндіретін, мысалы брендтің лицосы деген сияқты сондай адамдар өте керек. Ол жаңағы IT-дан әрине қорықпау керек, мен код жаза алмаймын, математиканы білмеймін деген сияқты. Өйткені мысалға IT сферасының ішінде өте көп позициялар бар. Маркетингке қатысты, архитектор деген, позиционирование бренда, жаңағы даже презентация жасайтын адамдар, мысалға, сіз егер де презентацияны өте керемет жасай алсаңыз, өйткені proposal деген зат бар, коммерческое предложение, оны компанияларға жібереді. Мысалы, бізде мынандай услугалар бар, сіздер сол презентация арқылы біздің компанияның услугасын прям вкусно сату керек та. Ондай адамдар өте қажет мысалға. Біз таба алмаймыз. Біз мысалы проект менеджер ретінде кейбір кезде уақытымызды кетіріп, соны өзіміз жасаймыз да. Мысалға, егер бірақ сондай жасай алатын адам болса, неге біз оған бермеске? Біздің уақытымыз кетпейді оған. Ал мысалға жаңағы ол үшін кішкене дизайндан хабар болу керек, жаңағы вкус болу керек, және де баста логический структура болу керек. Өйткені ана продуктыны адамдарға өте керемет жолмен сату деген. Ондай ойлап қарастырса, мысалға, позициялар өте көп. Даже өз миыңызда бір позиция құрастырып, сразу HR-ға жазып, мен мынандай навыктарым бар, мені алыңыздар, мен сіздердің компанияларыңызға өте көп жақсы көмек саламын деп, сондай инициатива таныта білу керек. Яғни кез келген жалпы бастамалардан, өзгерістерден қорықпау керек. Әрине. Мысалы, сіз жаңа айттыңыз ғой, осылай Deloitte'та жұмыс жасап жүрдім, сосын кетемін деп шештім. Бір күні сингапурский IT компаниядан маған шақыру келді деп. Сол кезде сосын сұрадыңыз ба, неге мені алдыңыздар деп. Яғни оларға IT компанияға сіздегі қандай қабілеттер оларды тартты екен. Мүмкін тілдерді көп білетіндігіңіз ба, мүмкін басқасы ма? Не нәрсеге қарады? Негізі бұл сұрақты қойдым, қоймадым деп айта аламын, өйткені бір-ақ рет андай бір ситуация болды. Жай ғана сұрап қалдым, неге деген, неге емес прямой, бір сұрап қалдым. Бірақ дегенмен де ең бірінші ойлаймын, сол жаңа Қытай тілін білгенім. Өйткені еще ағылшында білемін. Мысалы, ол компанияға өте плюс, мен жаңа разработчиктармен қытайша сөйлесем, ал басқа жаңа әлемдегі компанияларға өзім жаңа айтқан коммерческий предложениені берген кезде ағылшынша клиенттармен спокойно сөйлесе берем деген сияқты. Сол шығар біріншісі. Бірақ дегенмен де ол сұрақты өзім қойғым келмейді негізінде. Бір mystery бар ғой, сондай болып тұра берсін деген ішінде өзіне бар. Мысалға, коллегаммен тұрамын Сауд Арабиясында. Сол коллегамнан мысалға сұрауға мүмкіндіктер болады әрине, бірақ сұрағым келмейді. Мен андай өмірде андай адамды романтизировать етіп көремін кез келген затты. Лучше солай бола берсін. Значит, так должно было быть. Құдай маған сондай возможность берді. Мен оны копать етіп сұрап қажеті жоқ. Түсінікті. Енді негізі ең қалай айтсам екен, соңына таяп қалғандағы сұрақ, ол мынандай, соңғы кезде көптеген келген қонақтардан сұрап жүрмін. Өзіңізді жалпы карьераның пикында кім ретінде көресіз? Мысалы, сіз қазір енді проект менеджер, продукт оунер деген сияқты да позицияларды алып жүрсіз. Жалпы сол IT, кухня барлығын енді білесіз ғой. Мүмкін өзіңіздің бір ісіңізді ашқыңыз келетін шығар, немесе басқаша, мүмкін разработкаға ауысқыңыз келетін шығар деген сияқты. Разработкаға ауысқым келмейді. Ол же сразу отпадает. Оның басында негізінде ойлағам, может оқып көремін деген сияқты, сосын жарайды қойшы дедім. Бірақ та... Ой, кешіріңіз, айтпақшы, осы жерде бір сұрақ. Мысалы, разработка, яғни IT-да код жазатындар бар, жазбайтындар бар дедік қой. Код жазатындар мен жазбайтындардың жалақысында айырмашылық бола ма? Яғни код жазатындар көбірек алады деген сияқты бар ма ондай? Негізі жоқ.
адам өзін қалай сатады, сол жалақыны алады. Яғни интервьюда сіз қаншалықты келсеңіз, өзіңізді көрсетесіз, қанша жалақыға, соған ғана байланысты, иә, соған ғана байланысты. Түсінікті. Ары қарай. Негізінде андай қазір андай бір мешкаться етіп жүрген кезім, ары қарай көп адамда болатын сияқты. негізі ол өте бақытты кезең, одан түңілмеу керек, өйткені әрбір кезде жол екіге айырылады. Сол жолдың біреуі, негізі екеуі де қайырлы, бірақ та дегенмен бір жолды сен таңдау керексің, өйткені екі жолмен аяғың екеуі ғана бүйтіп кете алмайсың да. Сондықтан бір жол таңдау керек. Сондықтан бірақ пока IT-да боламын, бірақ дегенмен де самый пик дедіңіз ғой. Енді қыз бала болғаннан кейін ана болғым келеді, сондай пигі деп ойлаймын. Сол кезде жаңа консультациялар беріп, адамдарға жолдарын ашып деген сияқты. Андай жол андай бал керек, ондай мағына емес. Андай негізінде мен постоянно айтатыным, жаңа блогымда айтатыным, лучше купить у человека опыт и время, нежели тратить время на это, искать ответы на свои вопросы. Өйткені мысалға бір сұраққа әрине 2-3 жыл жүріп бір жауабын табасыз да, бірақ кейбір кезде бір сырттан келген бір сөздің өзі сол 2-3 жылды бір аттап кетуге көмектеседі. Сондықтан негізі алдыға ештеңе айтпай қояйын, білмеймін, қалай болады, солай болады. Дегенмен будем стараться жить по максимуму. Өте жақсы. Енді София, жалпы келгеніңізге үлкен рахмет. Мен шақырғаныңызға рахмет. Сізді келседі деп енді қатты үміттенген жоқпын. Өзім досым арқылы жаздырып, сосын ол маған жазды, ой, она согласилась деп, сосын мен қуанып кеттім енді, өйткені себебі қанша дегенмен пайдасы үлкен әңгіме болатынына сендім сізбен. Және сол сенің мақталды деп ойлаймын. Рахмет. Бүгін көктемнің алғашқы күні, алғыс айту мерекесі. Сол менде жалпы подкасттың ең соңында сондай бір рубрика бар. Осылай өзімнің алғысымды бір подарок кішкентай солай білдіремін. Сізге бүгінге дайындаған сыйым. Рахмет, даже не ожидала. Негізгі жаңа айтқамын Назираға. Рахмет. Бүгін енді көктем алғашқы күні, көктемдей құлпырып, бізде енді тюльпан қызғалдақ қазақшасы, ол көктемнің символы енді, жаңа нәзіктіктің, сондай соның барлығының символы, яғни әрдайым сізде барлығы жақсы болсын, көктемде құлпырып, ары қарай карьераңызда өсіп, өзіңіздің ойлаған ойларыңызға әрдайым жете беріңіз. Рахмет. Осылай блокнот және гүл. Ой, рахмет. Ой, блокнот это просто моя любовь. Да? Как раз қазіргі блокнотым бітіп бара жатқан негізінде. И жақсы болды. Тура. Ой, рахмет. Ойланыппын. Негізінде жаңағы айтып кеткенімдей басында камераның сыртында Қазақстаннан кетпес бұрын 2-3 күнде бұйырса қайтып кетемін Сауд Арабиясына. Сосын ішімде ниет бар еді, жаңағы Қазақстан келген сайын негізінде мен бір өзімнің жүрегім ауыратын, Қазақстанда андай уже корнем қалмады. Мен жаңағы IT саласында түбірлерім жоқ та. Сосын ойлағам, кетер бұрын бір пайдам тиіп кетсе екен деген сияқты. Сол шақырғаныңызға алғыс айтамын. Құдайдың өзі қалап тұр ендеше. Пайдалы болды деп үміттенеміз. Сұрақтарыңыз болса, мархабат. Яғни маған немесе Софияның өзінің енді Инстаграм парақшасын қалдырамын міндетті түрде, сонда жазып сұрап тұрсаңыздар болады. Рахмет, ендеше сау, сәлематта болыңыздар, біз қоштаспаймыз.